Астанада 2006 жылы қыз бала 3 комнаталы квартира сатып алған өзіне. Бұл әңгіме қалай басталды? Кеше маникюр жасату үшін қолымды Астанада бір салонға барамын. Сол жерде бір жас қыз 2006 жылғы маникюр жасады. Ол қыз айтады, мен жасым 18-де дейді. 15-16 жасынан бастап маникюр жасап үйренген. Сосын содан ақша тауа бастадым дейді. Сол 16-ға толмай жатып, уже маникюр жасап жүр ғой, сол кезде күніне 5000 теңгеден тапқан ақшамның папамның жилстрой банкке папаның атынан счет ашып, соған 5000 теңге күніне салып отыратын болдым дейді. Сосын уже мектеп бітіргеннен кейін Астанаға келген, Астанаға келіп 2 жыл жұмыс жасап, бір 4 миллион 500 ба сондай ақша жинаған. Содан Таразының қызы екен, содан Таразға барып, первоначальный салып, бір 3 комнаталы квартира алып қойдым дейді. Енді ол квартираны 180 мың теңгеге жалдап жатырмын дейді ай сайын. Оның 80 мың теңгесіне өзінің ипотекасын қайтарамын. Енді 100 мың теңгесін жинап жатырмын. Інімді оқуға түсіремін, інімді оқытамын дейді. Ол қыз 2006 жылғы қыз. 2006 жылғы қыздар нешеге келді өзі? 19-ға келіп қалды ма? 18-19-да. Жасым 18-де дейді айтпақтайын. Қазір енді өзім Астанада осы жерде жұмыс жасап жатырмын дейді. Сосын айтып қойды, Астанадан кейін ананың ипотекасы жабылғаннан кейін Астанадан ұялам деп қояды. Інімді оқытамын дейді. Мамамды шетелге апарғым келеді дейді. Құтта қандай қыз бар ғой, 18 жаста, 19, енді 19-ға келеді ол қыз. Сонда айтып отырған несі, әңгімесі сондай да. Сіз 40-қа келіп, 50-ге келіп, 30-ға келіп ұяла алмасаңыз, онда сіз өзіңізден көру керек шығарсыз. Қандай ақылды қыз, еще бүйтіп сұрақ қоймын ғой, жігітің бар ма деп. Ана інімді ойлап жатырмын ғой, мынандай пысық қызды алып алса ғой енді деп еще айтып қоямын ғой. Мен інімнің үйі бар, машинасы бәрі бар, ол жағдайы жақсы деп қоямын да енді деп. Не деп. Сондай пысық қыздардан айналмайсың ба? Не деген қазіргі жастар анау-мынау дейміз ғой, негізі адам жас болсын, кәрі болсын, өмірде бірдеңеге жете алмасаң, бір жақсы бір табысқа жете алмасаң, ақшаң жоқ болса, ол өзіңнен көру керек сияқтысың. Енді 18 жаста қыз квартира алып, андай тірлік жасап жатқанда басқа адамдар енді ұялу керек қой деп ойлаймын. Сонда ол ұқыптылық, үнемділікпен келетін болып тұр ғой дүниенің бәрі. Қазақта бір мақал бар ғой, дүние көпке тоқтамайды, епке тоқтайды деген. Солай.